Ура, суға барамыз. Әли, көте тұр. Үлкендерсіз суға жақындауға болмайды. Ая өте дұрыс айтады. Біз жанында болмағанда суға кіру өте қауіпті. Жарайды, түсіндім. Ой, мен суға түсейінші тезірек. Бұл не үшін керек өзі? Күннің астында бас киімсіз көп жүрсең, күн өтіп басың ауырады. Ал крем теріңді күйіп қалудан сақтайды. Тоқтай тұр батырым. Денең қысып тұрғанда мұздай суға кірсең, тамырың тартылып қалуы мүмкін. Алдымен аздап, жаттығу жасап, дені суытып алайық. Мен өзім ақ балық сияқты жүземін. Әли, қауіпсіздік бәрінен маңызды. Шаршап қалсаң, бұл сені су бетінде ұстап тұрады. Жоқ балам, ол жермен кіруге болмайды. Таяп құлауын немесе аяғыңды кесіп алуы мүмкін. Жүріндер, құмды таза жермен кірейік. Әли, тоқта! Қызыл белгілерден әрі асуға болмайды. Ол жерде су терін әрі катерлер жүруі мүмкін. Ая өте дұрыс айтады. Сендер осы жерде жағада тұра тұрыңдар. Допты мен өзім барып алып келемін. Көмектесіңдер, батыл барам. Әли, мұндай нәрсемен ешқашан қалжыңдауға болмайды. Егер сен шынымен көмекке мұқтаж болсаң, адамдар бұл тағы да қалжыңдап жатыр деп ойлап, саған көмекке келмей қалуы мүмкін. Болды балалар, судан шығатын уақыт келді. Әли, сен тоңып қалдың. Суда көп жүруге болмайды, ауырып қаласың. Бірақ мен әлі ойнағым келеді. Жарайды, қазір жылы сүлгіге оран. Сен тоңып қалдың балам. Достар, жазғы демалыс керемет өту үшін ережелерді ешқашан ұмытпаңдар. Енді мен барлық ережені жаттап алдым. Қауіпсіз жас тілейміз.